Жүсіп Данияр Елшібекұлы, Жарттөбе ауылдық округінің әкімі. Жалпы Жарттөбе ауылдық округі 4013 халқы бар. Құрамында 3 елді мекені бар. Ол Жарттөбе, Аққұлтық, Бабатай елді мекендері. 3 елді мекенде 590 отбасы тұрады. Жалпы инфрақұрылым жағынан тоқтап кететін болсақ, қазіргі таңда 24 сағат ауыз су бар. 100% асфальт жолмен қамтылған. 3 елді мекенде көше жарығы да 100% көше жарығымен қамтылған. Енді биылғы жылы қазір газдың құрылысы аяқталуға жақын, ол да пайдалануға беріледі. Сонымен инфрақұрылымымыз толықтай деп айтуға болады ары қарай. Енді бізде шағын балалардың жаңағы халықтың тұрмыс сапасына байланысты жазғы футбол алаңшалары, балалар ойын алаңшалары, өздеріңіз көріп отырған арбат, есік алдымыздағы саябақтарымыз барлығы қызмет жасап тұр халыққа. 3 елді мекенде де мектебіміз бар, балабақшамыз бар. Аққұлтық пен Бабатай елді мекенінде 2 жекеменшік балабақша болса, орталық Жарттөбе елді мекенінде мемлекеттік бір балабақшамыз бар. 3 елді мекенде ФАП бар. Былтырғы жылы Аққұлтық елді мекенінің ФАПын жаңартып берді, жаңадан. Өзіміздің орталықта емханамыз бар. Енді биылғы жылды президентіміз жалпы цифрландыру және жасанды интеллект деп айтты ғой негізі. Біз енді ол бойынша қазір Аққұлтық пен Жарттөбе елді мекендеріне мысалы қазір камера бейнебақылау жүйесін орнаттық. Енді қазір соларды орталықтандыру, біріктіру жұмысын жүргізіп жатырмыз. Ертең келешекте қазірдің өзінде қосып жатырмыз уже елді мекенге кіріп шыққан машиналарды фиксация жасап, журнал жазып отырады. Мысалға үшін кірген машинаның бейнекамераның бүкілінен ақтарып өтпейсің запись. Өз снимка жасайды, сурет жасайды, номерін шығарады, машина маркасын шығарады, картинка алып шығарады, журнал шығарып береді. Ауылға кірген шыққан машинаны. Одан кейін қазір алдағы жоспарымыз енді 1-2 жылдықта ақылды ауыл деген қазір программист орнатқан балдармен ақылдасып отырмыз. Енді мүмкіндік болса жаңағы қоқысты машинаның терезесіне қоқыс лақтырса фиксация жасайды. Бір жерде құқық бұзушылық болса анықтайды, жасанды